Бәріне сәлем, привет всем. Сегодняшняя наша тема – азық-түлік дүкенінде, в продуктовом магазине. Сегодня мы с вами разберем диалог покупателя и продавца. Вы можете выучить реплики и использовать их в реальной жизни. Итак, сатып алушы – это покупатель, а сатушы – продавец. Сатып алушы: сәлеметсіз бе? Сізде қара нан бар ма? Здравствуйте, у вас есть черный хлеб? Сәлеметсіз бе? Сізде қара нан бар ма? Сатушы: сәлеметсіз бе? Жоқ, қара нан бітіп қалды, ақ нан бар. Здравствуйте, нет, черный хлеб закончился, есть белый. Сәлеметсіз бе? Жоқ, қара нан бітіп қалды, ақ нан бар. Сатып алушы: жақсы, екеу беріңіз. Хорошо, дайте два. Жақсы, екеу беріңіз. Ал сүт бар ма? А молоко есть? Ал сүт бар ма? Сатушы: я бар, сізге қанша пайыздығы керек? Да, есть. Сколько процентов вам нужно? Я бар, сізге қанша пайыздығы керек? Сатып алушы: 6 пайыздығы, 6%. 6 пайыздығы. Сатушы: алыңыз, берите. Алыңыз. Сатып алушы: бағасы қанша? Сколько стоит? Бағасы қанша? Сатушы: 800 теңге. 800 теңге. 800 теңге. Тағы да бір нәрсе аласыз ба? Еще что-то? Тағы да бір нәрсе аласыз ба? Сатып алушы: 10 жұмыртқа, барлығы қанша болды? 10 яиц. Сколько всего вышло? 10 жұмыртқа, барлығы қанша болды? Сатушы: 1750 теңге, Каспий QR-мен төлесеңіз болады. 1750 теңге, можете оплатить через Каспий QR. 1750 теңге, Каспий QR-мен төлесеңіз болады. Сатып алушы: рахмет, сау болыңыз. Спасибо, до свидания. Сатушы: сау болыңыз. До свидания. Спасибо за внимание. Желаю удачи в изучении казахского языка.